Нағыз ұбт-да келетін сұрақтардың бірін талдайық. Алдымызда Испиджаб қаласының саманилерінің қолына өтуі қандай тарихи үрдіске ықпал етті деген сұрақ тұр. Мұқият қарайық. Түсіндірейін сіздерге. Испиджаб қаласы бұл басқаша оны Сайрам дейді. Бұл қаланың маңыздылығы неде болды? Саманилер бұл араб шапқыншылығынан кейін пайда болған әулет, және де арабтар мен жергілікті түріктер сосын жергілікті халықтардан құрылған үлкен мемлекет. Олардың басты идеясы исламды тарату. Как раз Испиджаб қаласы басты ислам орталығына айналған болатын. Сол себепті де мұнда жауабын қатты ойланбай, оңтүстік Қазақстандағы исламдың таралуына әсер етті немесе ықпал етті деп жауап берсеңіздер болады. Осындай сұрақтар келсе, сіздерге келіп қалатын болса, осы видеоны қарап, сіз енді білетін боласыз жауабын. Сұрақтар, талдау сізге ұнап жатса, менің парақшама жазыл, және де тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа.